Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in thumma amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Hürmetli muhtaram cemaat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde Anas ibn Malik rivayet etеді, bir жақсы дұғасы бар еді. Рамазанның алдында 2 ай бұрын жасайтын, 3 ай бұрын жасайтын дұғасы бар еді. Ол дұғасы: Allahumma barik lana fi Rajabin ve Şa'ban ve ballighna Ramadan. О Алла тағалам, біздерге осы Ражаб айы менен Шабан айында өзіңнің берекеңді бере көр. Және де біздерді амандықпен, есендікпен Рамазан айына жеткізе көр деген дұғасы бар еді. Міне бүгін Алла тағаланың қалауыменен баршамыз қасиетті айлардың бірі Ражаб айына кіріп отырмыз. Дәл осы жақсы күн дүйсенбі күнге түсіп отыр. Бұл Ражаб қасиетті айлардың бірі. Ражаб пен Шабан оразаға дайындық жасайтын айлар жамағат. Оразаның қасиеттілігін осы айдан, осы 2 ай алдын түсініп, соған амал жасайтын айлардың бірі осы Ражаб айы екен. Сондықтан құрметті жамағат, осындай қасиетті айларда, қасиетті уақыттарда, қасиетті жерлерде жасалатын дұғалар, тілектер, құлшылықтар қабыл болады. Осы күндерде шамамыз келгенше Ражаб айында ораза ұстауға тырысайық, Шабан айларында басында ораза ұстауға тырысайық. Әрине шариғатымызда дәл мына күндері мынандай ораза ұстасаңыз, мынандай сауап болады деген риуаяттар, ол көбі шындыққа жанаспайды. Алайда мүмкіндігінше Ражаб айында оразамен, жақсы құлшылықпен өткізсе, сол пенденің Рамазан құлшылығы да өзі мән мағынасы толқады екен иншалла. Алла тағаладан осы күндерден бастап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сияқты Рамазан айын сағынып, Рамазан айының келе жатқанына әзірлігімізді жасап, Рамазан айына деген ықыласымызды осы күндерден бастауымыз керек екен иншалла. Тыңдағандарыңызға Алла разы болсын.